Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз проб компания жайында болмақ. Проб компанияның түрлері өте көп. Оның ішінде біз именно Funding Pips жайында өтетін боламыз. Проб компания өзінің условияларын көрсетеді өзінің несінде сайтында. Бұл Funding Pips проб компаниясы. Мен өзім бұл проб компаниямен жұмыс жасап көргенмін. Бір этабынан өткем, екінші этабынан өте алмай қалғам. Бұл проб компания жайында айтатын болсақ, бұл негізінде Коморское острова деген жерде тіркелген, офисі сол аралда тіркелген проб компания. Проб компания деген білмейтіндерге айта кетсек, проб компания дегеніміз ол трейдерларға инвестиция беретін компанияны атаймыз. Бұл проб компания бізде $5000 бастап 100 000 долларға дейін инвестиция береді трейдерларға. Инвестиция бергенде қалай? Ол бізде нулевой шаг, бірден инвестиция береді. Бір этаптан өткен соң инвестиция береді, және екі этаптық инвестиция болып үшке бөлінеді. Так, бізде бұл нулевой этаппен алатын болсақ, нулевой этаппен бұл жерде бізде $5000 бағасы $69 тұрады. Так, сіздерге сразу бұл жерде басқа екен. Екі шаг. Так, $5000 бағасы бізде екі шақта $36 тұрады. $36 төлейміз, және бізге демо аккаунт береді. MetaTrader 5, C-Trader деген сияқты брокерлерді платформаға таңдаймыз. Так, бізде $5000 береді. Бізде бірінші этапта $400, яғни 8% көтеру керекпіз $5000 демо счетта. Бізде сол күннің ішінде 5% просадка жасамау керек боламыз, яғни $250, $250 минусқа кетпеу керекпіз. Және бізде минимально 3 күн торговать ету керекпіз. Кредитный плечо 1/100 болады. Және максимальный потеря 2 күндің қосқанда 10%-тан аспау керек. Және осы 3 күн торговать етіп, минимальный $400 жасайтын болсақ, біз бірінші этаптан өтеміз, студент этапынан. Ал екінші этапта бізге жаңадан $5000 беріледі. Сол $5000-ды демо счетты дәл осы условиялармен 5%, 10% просадка жасамай 3 күн минимальный торговать етіп, 5% қосу керек боламыз. Яғни $5250 болу керек бізде вообще счетымызда. Сол кезде бізге реальный аккаунт береді, владелец боламыз уже. Бұл жерде де тура осы условиялар, бір күнде 5% минусқа кетпеу керек, жалпы 10% минусқа кетпеу керек, және количество торговых дней бұл жерде ограничение жоқ. Және осы кредитный плечо 1/100 болады. Және де осы тапқан табыстарымызды, осы условияларды біз бұзбай жасайтын болсақ, бізге аптасына 2 рет, аптасына 2 аптада 1 рет жасаған ақшамыздың 80%-ын беретін болады. Ал қалған 20%-ын Funding Pips өзіне ұстап қалады. Так, бұл жерде $5000 бағасы $36 тұрады аккаунт алу үшін. Және $10,000 бағасы $66 тұрады. $25000-дікі $156 тұрады. $50,000-дікі бізде $289. $100,000 бағасы бізде $529 тұрады екен. Бұл жерде бізде проб компанияның басты бізге плюсы, біз бұл жерде өз ақшамызбен емес, инвестордың ақшасымен рисковать ететін боламыз. Және сол инвестордың қойған условиялары бойынша. Бұл деген енді бастап келе жатқан трейдерларға өте жақсы мүмкіндік. Осы проб аккаунт арқылы ақшамызды жинап, өзіміздің
личный депозитімізге салуға өте үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан барлықтарыңызға, если сіздердің ақша салатын өздеріңіздің жеке ақшаларыңыз болмаса, осы прop компанияларды қолдануды ұсынамын. Менің өзім осы Funding Pips ыңғайлы, бағалары да басқа прop компанияларға қарағанда өте тиімді. Және осы условияларда 5%, 10% өте тиімді болып келеді. Және аптасына 2 рет пайдамызды шешіп отыруға болады. Все, барлықтарыңызға рахмет. Если сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар.